Біз біргеміз акциясына Рой тұтынушылар кооперативі де өз үлесін қосуда. Қасиетті Рамазан айының алғашқы күні олар көп балалы отбасылар мен жалғызбасты қарттарды азық-түлік және тұрмыстық заттармен қамтамасыз етті. Рой тұтынушылар кооперативі еліміздің тұрғын үй нарығында 2 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Бүгінде кооператив тұрғындарға баспана, көлік, басқа да тұрмыстық заттарды несиеге алуға мүмкіндік беріп отыр. Күш бірлікте деген ұстанымды серік еткен жандар төтенше жағдай кезінде де халыққа қолдау білдіруді жөн көрген. Бүгін олар қаладағы 250 отбасын азық-түлік және тұрмыстық заттармен қамтамасыз етті. Қазір осындай қиын жағдай болғанда, барлығы енді карантин болғаннан кейін біздерде өзімізде тағы да бір жаңағындай халықпен бір жиналып, сол пайшық үлескерлерімізбен жиналып, бір қорларымыз бар еді. Сол қор осындай бір қиын жағдайда, немесе өзіміздің бір өте қиын жағдайда болып жатқан пайшығымызге көмектесеміз деген бір мақсатта ашылған қор еді. Сол қор қазір біздерге осындай халық бір қиналған кезде көмектесіп жатыр. Қайырымдылық акциясы барысында тұрғындарға азық-түлік таратуға құқық қорғау органдарының қызметкерлері де үлес қосты. Бізде Орал қаласы патрульдік полиция батальонының атынан тарапынан Рой кооператив қоғамынан және де тағы да басқа қоғамдардың атынан біздер, яғни мекен-жайларға жеткіземіз, ешқандай кедергісіз жетуін қамтамасыз етіп отырмыз. Бүгінде кооперативтің еліміздің 23 қаласында 26 филиалы жұмыс жасайды. Аз ғана уақыттың ішінде халық сеніміне ие болған ұжым қайырымдылық шарасын әр апта сайын өткізуді жоспарлап отыр. Ажаргүл Алиева, Алмас Әдиетов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.